Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мегізден. Міне достар, видеода дайын болып шықты. Біз видео бастамастан бұрын достар сендерден кешірім сұрағым келіп отыр, потому что деген бұл видео небәрі 20 минут, я білем сендерге аз, бірақ та 20 минуттың ішінде біраз нәрсе бітірдім. Бұл видео көптеген рейдтар. Осы видеоны бағалап, менің сендерге тек бір өтінішім бар. Бұл видеодан максималь түрде лайк жинайық, және де максималь түрде комментарий. Менің осы 20 минут аз болса да сендерге осы 20 минут видеомды бағалап, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетейік. Видео бастамастан бұрын айтып кетейін. Және де егер бұл видеода максимально мені қуантатындай лайк жиналатын болса, видео тез шығады. Бұл видео 20 минут, бірақ келесі видео обязательно 50 минут плюс болады. 50 минут плюс болып шығады. Және де ол видео көп ұзамай шығады. 4-5 күнде ұзатпай ол видеоны тез шығарамын. Барлығы сіздердің қолдарыңызда, сіздердің активтарыңызға байланысты мен видеоны тез шығаратын боламын. Ал сендермен бірге мегізден видеоны смело көре береміз. Арнаға тіркеліп кетеміз. 36 мыңға 100 подписчик алды. Йоу, давайте. Фюри. Бұл енді видеода біз деген типа отдыхать ететін орын саламыз. Потому что мен деген сендер уже Варкейдің видеосынан көрген шығарсыңдар. Мындай бассайын салатында мен сол контентті менде қайталанып келіп отыр. Сол контентті салуға тырысатын боламыз. Что за чепуля? Еще ар жақта айырдырып қолып отыр. Афк тұрып қоламайды, но бот пайлы. Бот екен ол. Варкейдің видеосынан көбірлерін көрген шығарсыңдар. Бірақ уже сендер Варкейдің видеосынан көрсеңдер де сол контентті мен жасайтын боламын. Мен теңіздің жағасын саламын, мынандай пистолет, тағы да. В общем, көретін боласың алдағы уақытта. Кейзда шүйре айтпақшы. Ар жақта біреулер рейд жасап жатыр ма жосқысынан. Бармай-ақ қоқ, по-любому бізде антирейд жасайтын заттар жоқ. Примерно осы жерлерге тоқтайық. Осяқтағы фармить қылайық, осы жерлерге кәй салатын боламыз ғой. Осяқтағы забормен қоршап, ары бері Томи Джерри. Уаа, жестко түсіп кеттік оның трапына. Опа, жақта ешікші тұр. Аз-маз лутын сияқты, бірақ аз-маз бар екен. Imba Energy геймерлерге арналған энергетикалық сусын. Зейінді реакцияны, жылдамдықты жақсартады және қуат береді. Міне достар, қазір Imba энергетикті ашып көреміз. Маған деген Imba энергетик екі вкусын жіберген. Біреу малина, екіншісі яблоко. Қазір міне осылай ашамыз. Біреу упаковкасын. Бір упаковкаде 15 штук болады. Қазір біреуін ашып көрсетем сіздерге. Осындай бір қыттай упаковка болады. Компактный упаковкасы прям любой жерге сыйып кетеді. Қазір міне шейкерін ашамыз. Сол защиткасын шешеміз. Қазір біреуін ашып көрсетем сендерге. Міне осындай порошок яблочный. Қазір бүткіл упаковкында яблочный порошок төгеміз. Осындай порошок. Так, қазір су құямыз. Су құйғанда міне өте керемет. Жап-жасыл болып кәм, иісі дейін просто орын мұрын жарып жатыр ема. Просто өте керемет. Шейкердің аузын жабамыз қазір. Мінекей. Жай шайқаймыз. Сосын барып ішеміз. Просто өте керемет Imba энергетик. Imba энергетиктің және де 11 вкусы болады. Өзіңізге ұнаған вкус аласыздар. Imbaның өзінің сайтына келетін болсақ, бұл жерде әртүрлі вкустар бар. Мысалы, коврик для мыши аласы от Imbaның атынан, және шейкер ана мына осының бүткіл комбода
3 фуз болады, және де шайкер және коврик болады. Осының бәрін сіздер 25% скидкамен 20.540 теңгеге аласыздар. Ал егерде менің промокодым жазатын болсаңыздар, сіздерге 35% скидка береді. Яғни менің промокодым M1X. Осы промокод жазсаңыздар, сіздерге 35%-ке дейін скидка береді, және де өзіңіздің товарларыңызды арзан бағада аласыздар. Доставка жағына келетін болсақ, сіздер деген доставка бүткіл Қазақстанның ішінде 860 теңге, картамен және киви әртүрлі өзіңізге удобный способпен төлесеңіздер болады. Доставканың келуі небәрі 3-5 күнде, яғни бір аптаға жетпей, Қазақстанның ішінде сіздерге тез әкеліп береді. Имба энергетик өте пайдалы. Сіздерге кеңес беремін, достар. Туре шеді ғой. Ал енді видеоға кеттік. Ар жаққа дроп қылып отырмын, барып келсек болады, 5 евро. Баруға да нормально оружие керек та, смело баратын. Так, мына сразу үй сала беру керек бар ғой негізі. Так, қаяқына салсақ болады екен. Шебет фундаментті көтерекші былайны. Суға қарай салайық. Так, осы пока что 3 на 3 үй болады, бізге жарайды. Тыналар лақтып жашы керейін саттар ема. Топливаны жасалайық, топливо. Все, шкаф қояқ неқа. Апчеттек бұнш максимальдан. Стенка қояқ. Все, ағаш бітті бізде. Кит дом ал жейік. Все, снапчик полностью. Все. Пока что ғамына жарайтын бізге. Алдағы уақытта кеңейтетін боламыз үлкейтіп. Так, стэш-стордан біздің китімізді алып жүрейік. 4 күнге вип набор сразу. Так, Фьюри, Кит Фьюри. Иду сразу металл апатить, псайк. Яну. Еще металл апатитик. Осынка есіктерді маматық қойық. Яна, осылай есік. Так, неқа верса қойып та берейік. Осылайынан. Все. Так, комнаталары сыры осылай пока что. Бізге смело рейд жасап кетереді постоянно. Смело рейд жасамаш үшін, да, общем. Ема қисық қой жүрген соң версакты. Вообще ни о чем қойып тастаған соң версакты. Тіпті ни о чем болды. Все, и дайын. Так, ящиктер жасайық. Төрт ящик бар.
Када бір сондай комнат жасап керек еді негізі ұры. Қада ешіктерді қойып тастайық. Қалайынан қойып тастасақ болады екен ешіктерді. Все, осы ящиктер пока жететін сияқты, 8 ящик. Ал пока что МВК есіктер жасайық, біз компоненттен аяқтыр ғой. Естеріне аламыз да. Ще МВК есік жасаймыз. МВК-ны толтырып жасау керек не жолсы бар. О, один мог 5 деген. Так, енді қазір видео еще қоршап тастау керек гаражкамен. Бұл видеода мен обязательно бассейн салым керек. Бассейнді купат сөйтіп ары бері томи же. Слайнан қоршай берейік, былайынан. Жесткісінен қоршап отырық қой бізде. Гортқа барып бұралып білейік и фармить ету керек қой бізде плотнысынан. Тас фармить ету керек жесткісінен. Кетіп гортқа арамызда бұраламыз, сосын дерзкое обновление ема анау бар ғой. Ұнады маған. Все, хом кеттік. Так, мынау что за үй? Азыма сус болып қоят сияқты мынақты. Оп. Как раз караттан тонаймыз. Енді жайлап дамай кеткен ресурстарды проебейшн қыла алмай тұрғанда. Ё-моё, как жестко бассейн салатын боламыз ғой, қанкам әдемісің бар ғой. Так, брезенттан кетеміз. Үлкен бассейн, мынандай бассейн, мынандай цветтен таңдайық. Жак, мынандай цветтен. Үшлі жарысайық, үш мынандай. Пляжный столик, екеуін жасайық, сосын доска, екеуін жасайық, рук мынандай. Дерзкого ема, прям ема самый обновлениенің жесткий обновление шырна маған. Ең қатты ұнаған обновление бәрінен. Мынақа платформа салайық мындай. Что-то салғысы келмей тұрған сияқты. Мынақа платформа 3×3 жарайды сияқты меніңше. О-о-о. О, все, қойылды. Ема, жестко. Мынаның ішін қалай толтырамыз енді, қазір бізге шелек сияқты бірдеме керек қой. Шелек іздеп келу керек. Жестко. Топовое обновление ғой молде. Менің ойымша. Ема, Диме кетіп отқан сияқты дерзко. Қазір шелек іздеп келу керек аны. Ема. Дерзко. Мына даттан толтыра аламыз екен, осы аттан. Опа, наңғара. Байта толтырып болады екен ғой, оказывается. Опа-на, өлтіріп кетті бізді берданкамен. Что за фигня? Қатешка болдың ғой сені, бірічке. Кайф по жүрдің ғой сен, бірічке маған. Досымен жүрмекен, ау? Опа-на. Аха, подарка дейсің ғой да маған. Жақсы, түсіндім. 1000 скрапты просто бізге беріп тұрдың. Рахмет. Так. Все, на бассейн толтырайық. О. Да купальник кивает. Ема, дерзко. Не делался обновление дерзкий, прям барон. Кроли меня шықты в общем. Ема, дерзкий, просто жесткий. Осы угол жетіп қалады шығар 30 000 өлді.
Андай онлайн сияқты ана металл үй сосын қасында құттай 2 на 2 үйге жасап болады. Сондай үйлерде оккупация етесің, чем андай нәнеге жасап миллион ресурс құртқанша. Ема қаншама ракетница шығып кетті бізде вообще. Осымен жетті шығар, 30, почти 30 ракетница и 12 сиха бар. Енді осы аз-маз рейтке жетіп қалу керек негізі. Егер нормальный үй сразу 2 сихами бақыт етіп тастайтын. Вроде ана онлайн сияқты ма? Тығаны жолсақ көрік. Ой-ой, лагать етіп жатыр сервер жолсық. Бір жағынан еще ана онлайн сияқты. О, қазір көретін боламыз ғой еще. Жатқан жоқ. Көрейік жақта не бар екен. Аз-маз ресурс. О, сопля. Миллиард компания, 16 микросхема, 86 брезент. Базар. Ема 49 трубаны алып кетейік. Ема компонент жағынан енді базар жоқ. Ресурс жағынан шамалы. Домой жай барамыз походу бүгін. Так, сапыраншаға шақыр жүрек сразу. Амаяқтан біз 4 ракетін саламыз, 2 сих алайық. Осылайынан жүріп жылқымен үй іздейтін болғамыз ғой. Так, майды бақыт жетіп сақ болады по идее. Осына кибиткаларға рейд жасай берейік. Так. Пока что яқты тұра тұр. Біреу топ кеткен жоқ. Қандай ресурс бар? Миллиард компонент дейсің ғой да. Но ема мына үйде деген компонент енді жеткілікті ема. Просто миллиард компонент. Оның өзі қандай. Так, кеттік шкафта шамалы екен ресурстар. Ну, компонент жағын пока что окуп болатыр бүткіл рейттеген. Компонент жағы енді базарға айырып отыр. Красная карта. Яқтыда миллиард компоненті. Опана жылқыға тақып қоямыз, алайық. Найс, трай. Дропқа кетір екен бұл қалды еттер. Ема, просто именно осында атыс басылады, сразу видеокарта нагрузка түсіп кетема бірдеме. Сразу лагать етіп кетеді компорға, ема іш шығып. Өздерін көріп отқан чартындар сразу лагать етіп кетеді. Вообще, идеально ашылып қалады ғой. Тап. Опа, үйдің ішіне құлап қалай чевір, сау болсын. Ну, особо ондай атты күшті түсті деп айта алмаймын. Ну, более-менее заттар түсті. Ем әйтеуір дроп дейміздің әйтеуір самый крайына түсіп, әйтеуір осы ұлтты алып қалдық өзімізге. Так, опа, на чё зай? Тағы да үстіне бір үйге көріп тұрмын. Сразу осыны барып бақыт етіп соғады. Если не зарыжен болса. Тек көргенді рейч жасаймын ғой мен көрген затты. Ар жақта да бір кибитка тұр құрттай. Ана үйге рейч жасаған дұрыс сияқтымын, алдымызда 2 на 2. Босты өрма дедім ғой. Так, сразу иксихан ляқты жүрек прям фундаментіне. Так, ехала. Ма, жерде шіріп атқан жоқ сияқты. Жоқ, шіріп атқан жоқ, нормально. Шкаф. Намыз. Мужарым сера. 4 мужарым металл. По идее нормально. Ура, ема что-то вообще ресурс көріп жоқ мақтамен. Компонент жағын. Металл баршылық екен. Ой, труба. Компонент бар. Бар екен компонент. Енді мына жерде
жарым сера бір сихана көп айтты компания более-менее, бірақ прям вау деп айта алмаймын. Ну пойдет. Я вот тіпті серверде бар до того мен любой үйге рейд жасап тастайтын едім, кәдімгі состояние жетеді, бірақ өкінішке орай вообще нормальный үйлер жоқ екен. Ема бізге рейд жасаған ба? Чё за прикол? Яқта жоқ қой аны. Екі сиха лақтырып бастадың бізге. Прикол. Бахаем, короче, сразу. Очередной бомж бил. Рейд. Блять. Почти. Ема, просто тупо прочитал гнон деген меня. Базар жоқ. Настроение делался. Не получилось, не фартануло. Так, біздің яман бекен. Вроде яман сияқты. Так. Все, яман, самое главное. Ебать. Ал міне достар, осымен видеом соңына келіп жетті. Сендерден достар, кешірім сұраймын, білмей өзімді 20 минуттық видео шығарғанға өзімді неудобно сезініп отырмын, потому что сообществоға шығарғанда аптасына 2 видео 20 минуттан деп біртүрлі өзімді ыңғайсыз сезініп отырмын. Сіздерден кешірім сұраймын, бірақ келесі видео обязательно өте керемет, өте қызықты болуына сөз беремін. Прям өкінбейсіңдер келесі видеода. Ал бұл видеода давайте максимально лайк, комментарий, подпискама поддержка берейік. Сендердің поддержкаларыңнан маған деген одан сайын керемет видеолар түсіріп, одан сайын развиваться еткім келе береді. Көп рахмет. Осы видеоның соңына шейін қарасаң, шеді. Давайте достар, сендермен болған Мегзин. Келесі видеода кездескенше. Йо.